Армысыздар, футбол жанкүйерлері, бүгін біз Чемпиондар лигасының ойындары жайлы талқылайтын боламыз. Әрине Барселона Интер кездесуі. Төрт күлдіне күткен бұл кездесуді әдеттегідей мен студияның қонақтары және дивандағы эксперт деймін ба, комментатор Дидар Қадыров әдеттегідей. Және де Нұркен Мырзағалиев. Қош келдіңіздер. Кеш жарық. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Чемпиондар лигасы ең қызық кездесу деп ойлаймын. Барселона Интер, бұл ойыннан не күтеміз? Бірінші кезекте соғылған голдар, және де Интер енді италиялық команда болғандықтан, Италия ол тактика жағынан керемет чемпионат, сол себепте бұл ойында мен Инзагидің бір керемет Барселона дайындаған үй тапсырмаларын күтемін. Барселона требл ала ма? Үлкен сұрақ. Интер Италия кубогінен ұшып кетті. Енді олардың фокусы тек қана серия А мен бұл Чемпиондар лигасы. Физика арқылы және физикалық дайындығы жағынан не болып жатқанын түсіну керек. Енді бұл матчтың алдында енді біз екі команданың да жалпы мықты беделді ойыншыларының қатыса алмайтындығымыз білеміз әрине. Барселона ол Роберт Левандовский, Бальде қатыспайды жарақатына байланысты. Және Касадоны қосса болады. Төртінші ойыншы, 17-дегі жартылай қорғаушы. Ұмытып кеттім да. Берналь. Мен осы төрт ойыншының енді жоқтығы қаншалықты әсер етуі мүмкін Интер қарсы ойында. Және Интердің де сапында Маркус Тюрам ойынға қатыспауы мүмкіндігін ақпараттар шығып жатыр. Әрине, Маркус Тюрам өте маңызды шабуылшы. Неге екенін әрі қарай қазір көрсеткен слайдтарда атап өтеміз. Енді бірден саралауға, талдауға көшеке. Дайындаған дүниелеріміз бар Интерге қатысты. Бұл бірінші кезекте осындай бір Хадл компаниясы ұсынған статистика. Интер қай тұспен, қай алаңның аймағымен шабуылдады. Ол бірінші кезекте орталық тұспен. Неге деген сұрақ қойсаңыздар, бұл Интердің ойнау стилінен шығады. Яғни Интерда ұзақ қақпашы алмаса қорғаушы берген ұзақ доп арқылы, әуедегі доп арқылы бұлар бірінші кезекте Маркус Тюрам мен Лаутаро Мартинесқа бағытталған. Олар допқа таласып, әрі қарай шабуылды өрбітеді. Допқа таласып жеңгеннен кейін оны қапталға береді. Я болмаса допты жоғалтып алса, подбор дейміз ғой. Подборда біріншіден Интердің жартылай қорғаушылар болады, яғни Барелла, Мхитарян және де Чалханоглу. Сол себепті қапталға көп көңіл бөлмейді, бірақ бұл шамалы алдамшы статистика деп болады, себебі Интердің латеральдарының рөлі зор негізінде Интердің ойында. Келесі статистикаға көңіл бөлек, бұл Интердің жүйесі бірінші кезекте 3-5-2 көп қолданатын осы маусымдағы, және де пас беру жүйесі. Бұл жерде тұйық сызықтарымыз дегеніміз ол екі ойыншы арасындағы 10 пастан асқан пастар саны 10 асып жатса, тұйық сызық. Пастар саны 10-нан аз болса, бұл көрінбейтін екінші деңгейдегі сызық деп айтуға болады. Бұл жерде енді қай ойыншыға көңіл бөлген дұрыс. Мына екі жұптан бөлек, бұл Мартинес пен Тюрам, ортадағы плеймейкер Чалханоглу. Көріп тұрғаныңыздай, ол барлық ойыншылармен, барлық ерлік ойыншылармен байланысы бар. Тек Чалханоглу мен Барелла арасындағы жетпейтін шығар пастар саны. Неге Тюрам мен Мартинестің арасында бұндай байланыс жоқ? Себебі бұл ойыншыларға пас асыратын бірақ қана ойыншы жоқ. Ол пастарды әуемен Зомер де бере алады, ол пастарды Бастони да бере алады, Ачерби да бере алады, Павар да бере алады. Сол себепті ондай байланыс қатты жоқ Интерде. Бұл пастарға қатысты статистика. Келесі бізде слайд. Бұл Хадл компаниясы ұсынған әлемдік компания Чемпиондар лигасының барлық ойындарын саралап, мұндай керемет көрсеткіштер. Яғни доп үшін күрес және шешуші пастар. Неге назар аударамыз? Доп үшін күрес барлық команда арасында Тюрам бірінші орында. Бұл өте маңызды. Сол себепті айта өткенде Тюрам ойынға қатыспаса, демек Интер шабуылдағы допқа таласатын басты маңызды ойыншысын жоғалты деген сөз. Мүмкін Теремида Тюрамның орнын жоқтатпау мүмкін, бірақ
Дреми Тюрамға қарағанда ондай шапшаң қозғалу білмейді. Тюрам жылдам қозғалып, ол жаңағы гибкий ойыншы, қолынан бәрі келеді деуге болады ғой аяғына. Иә, сол туралы айттық қой. Тюрам бұл жылдам және мобильді ойыншы. Жылдам ол түсінікті. Тез жүгіретін, ал мобильді ойыншы бұл тек қана күтіп тұратын, пасты кім береді оған, сондай емес. Ол сызықтың ортасында ашылып кетеді, бос аймақтарды таба алатын, кішкене созидание дейді ғой, сол арқылы командаға көмектесе алатын. Тюрам, Ндияе, Де Йонг түсінікті, ана жақта Консейсауда жүр ғой. Консейсау енді бірге бір жақсалдайтын болған соң, ол да допқа көп күреседі, күресуге тура келді. Екінші графикамыз ол шешуші пастар. Бұнда енді көріп отқаныңыздай Мусиала Бавариядан бірінші орында, Фоден, Вирц және Демарко, содан кейін Рафиня. Демарко неге? Бұл жердегі ол жалғыз латераль, жалғыз қорғаушы десек те болады. Бұны ары қарай біз қазір эфир барысында айтып өтеміз. Интердің қос латеральның маңызы зор. Соның ішінде Демарко айып алаңына пасты көп шығарады. Ол пастар арқылы ол тек қана Тюрам мен Лаутараны іздеу мүмкін емес, мүмкін даже оң қапталдағы қосылған екінші латераль Дармиян бар, болмаса Дюмфрис бар, соны солар іздеу мүмкін. Сол себепті бұл да көрсеткіш өте маңызды. Демек, Демарконың Тюрамнан бөлек рөлі де маңызды Интердің ойында. Осы жерде рөлдерде Мусиала, Фоден, Вирц, Демарко, Рафиня. Осы фильмде Демарко не істеп жатыр деген. Адасып кеткен сияқты ол көрінеді. Сонымен қатар, соңғы слайдымыз бейтарап доп үшін күрес. Яғни, әуедегі доптар үшін талас болған кезде, доп қос команда болмаса, бұл бейтарап доп. Сол бейтарап допқа кім бірінші иелік етеді? Чемпиондар лигасының толық турнирінің статистикасы: Болонья бірінші орында, Арсенал, Штутгарт, Интер, Цервена Звезда. Интер төртінші орында тұр. Бұл да маңыздылығы зор, себебі алаң ортасында енді Барселонамен ойында допқа талас көп болады, және де бейтарап допқа кім бірінші жете біледі, соған да маңызды болады. Бұл кезекте нені айтып өту керек? Барселона үш жартылай қорғаушы ойнайды, бірақ олардың ішіндегі Дани Ольмо болсын, я болмаса Фермин Лопес, ол көбінесе шабуылдағы ойыншыға көмектеседі. Сол себепте артта көбінесе Педри мен Де Йонг, я болмаса Педри Гави қалып қояды. Ал осы екі ойыншыға Интерда үш ойыншы ретінде жауап бар. Яғни ол Мхитарян, Чалханоглу, Барелла. Үшеуі де допқа таласа біледі. Соның ішінде ең жылдамы Барелла. Сол себепті бейтарап доп үшін күресте Интердің көрсеткіші жақсы. Және осы ойында маңызды болады деп ойлаймын. Сонда Пауку Барси немесе көтеріледі. Кімге? Педри мен Де Йонгқа көмектесу үшін. Немесе Лопес пен Ольмо түседі. Дұрыс қой. Кім болсын, екеуінен бірі екінші қабатта да жақсы ойнай алмайды, екіншіден қорғаныста да олардың навыктері жетіспейтін сияқты. Скиллдары дейді. Дәл осы скилл туралы айтып жатқан. Демек, бұл да бір осы ойында қызық тактикалық дүние ғой. Интердің үш жартылай қорғаушысына Флик қалай төтеп бере алады. Және де бейтарап доп үшін кім жақсы таласады. Арсеналда кейде Майлс Льюис Келли ортаға кіріп жүреді. Кім? Инвертированный фулбэк. Ал Барселонада қазір Жюль Кундеде ортаға ой салмайды, өткені қапталда Демарко болып қалады. Өзі ғана. Сол қапталдан Жара Мартен да көмектесе алмайды, өткені Дармиян жақсы шабуылға қосылып жүреді. Сондықтан бір ортада бір шешім табу керек Ханси Фликке. Әріптестер, осы кезекте статистикаға қатысты дүниелеріміз бітті. Енді ойынды талқылауға көшеміз. Бұған арнайы дайындаған графикамыз бар. Видеоларға көшейік. Ең алдымен мен сіздерге Интердің билдап деп атап өттік қой. Сол билдаптағы ойыны туралы айтап өтейік. Масыл қайда келіп отыр. Бұл жерде кім кірмей қалды? Дәрмен. Қазір көрсетеміз сізге. Дәрмен. Бірақ бұл жерде әріптестер неге көңіл аударамыз? 3-5-2 жүйесі бойынша ойнайды.
мына жерде Дармиянның ойында Чалханоглу қазір шабуылға дайындалып жатыр. Ачерби, көріп жүрсіз қай жерде жүргенін, ол сол кімнің Чалханоглуның орнын басып тұр. Яғни Интер кез келген қарсыласқа өзіндік стилін байлай білетін және де тосын сый қоя білетін команда. Жерде Демарко көріп отырсаң, негізі бұл жерде біз әдеттегідей қалай көреміз, бір сызық бойында, қорған сызық бойында бүкіл қорғаушыларды көріп үйреніп қалғанбыз ғой. Бұл жерде Дармиян ол Тюрам мен Лаутаро Мартинестің деңгейінде тұр, шабуылшылардың деңгейі сол себепті көрінбей тұр. Демарко сәл төмен тұрғанымен, мына жерде Ачербиді қараңыз қай жерде тұр. Ачерби ортада. Және де мына бос пайда болған кеңістікте Чалханоглу не Барелла бір-бірімен орын алмасып, осы жерде доп қабылдауға тырысады. Көзге бір қызық көрінетін дүние да, шыны керек. Себебі мұндай билдап кезінде мұндай ауысуларды күнде-күнде көре бермейсің ғой сен. Бірақ Интерде бұндай ауысу бар, демек бұл қарсыласты шатастыру үшін деген сияқты, қарсыластың прессингіне төпеп беру үшін деген сияқты құйтырқы әрекеттер ғой. Мына жерде ойыншылар шатасын деп жасаған, қарсылас шатасын деп жасаған дүниелер деп ойлаймын мен өзім. Келесі слайд. Бұл біздер неге назар аударамыз? Тағы да көріп отырсыздар, 5 қорғаушы, мұнда Дармиян кірді, жартылай бізде енді экранымызға. Ана жақтағы Дериго Демарко. Демарко. Мына жоғары көтеріп отқан Бастони. Осыған баста назар аударамыз. Сізге қазір көрсетіп қойдым, белгілеп арнайы. Бастони бұл сол жақтағы орталық қорғаушы. Қандай деңгейге көтеріліп жатыр. Және де бұл жерде допты Барелла қабылдап, қазір мына Бастониға пас береді. Бастони ана жерде зона ашылып тұр, бос кеңістікті көріп, сол бос кеңістікке қосылып, бұл ойында осы Бастонидың қосылуымен, осы әрекетпен Интер қауіпсіз жағдай жасайды. Бұл да бір Интердің өзіндік фишкасы деп айтуға болады. Яғни бұл жерде Павар бар, оң жақта, сол жақта Бастони бар. Бұлар еш ұялмай, еш қысылмай, Демарко мен Дармиян сияқты шабуылға да қосыла біледі. Бұл да Интердің өзіндік бір почерк дейді ғой, стилі өзіндік. Басқа командаларға ұқсамайтын. Чербиді олай айта алмаймын, енді алға қарай қосылады деп, бірақ осы екі жігіт өткен ойындарда қосыла білді. Сызықпен қызып көрсетіп қойдым. Бұл демек бұл Бастонидың алаңды көре білу, бос кеңістікті көре білу және сол бос кеңістікке уақытылы жүгіріп кіру деген сияқты қасиеттері бар ойыншы. Және де көріп отырсыздар, мына жерде доп қабылдаған кезде Барелла ортада доппен тұрған, бір қарағанда ойлайсың қазір Лаутаро Мартинесқа беру мүмкін. Я болмаса ойында оңқай футболшы ғой. Я болмаса мына жерде Дармиянды іздеуі мүмкін деп. Бірақ ол осы доп қабылдаған бетте ол солға қарай бұрылып, бірден Бастонияға пас асырады. Бұл да бір керемет қызық дүние деп атауға болады. Мына екі позицияларына қарасақ, Дармиян қапталда тұрып, осы қорғаушы оған қарап тұрады. Плюс сондықтан осы жерде зона ашылады. Бастонида Павар да солай қосылады. Кейде. Сондықтан Интерде олардың бір кәдімгідей бір инструмент сияқты ғой. Олар әрбір матчта соны көрсетіп жүрді. Барселонада қарсы оны көретін боламыз. Біздер көп оқимыз ғой, ондай көп айтылады, болашақта футбол қандай болады деп. Болашақта көбінесе айтады мамандар, футбол ол алаңда 11 ойыншы шабуылдайтын болады, алаңда 11 ойыншы қорғанатын болады деген сияқты. Интер дәл соған келтіріп жасап тұрған сияқты көрінеді. Себебі орталық қорғаушы Бастони полуфланг арқылы кіріп, нағыз шабуылшы сияқты қосылып тұр. Және де ол мына эпизодты кім матчты қараған жанкүйерлер мүмкін есіне түсірер, мына эпизодта ол сол шабуылды соққымен аяқтайды. Тек қана қосылып қоймайды, соққымен аяқтайды. Ол шабуыл туралы айтсақ, ал қорғаныста кейде Лаутаро Мартинес пен Тюрам жетпей қалатын сияқты. Ол туралы бөлек айтамыз. Алда оған қатысты да видеоларымыз бар. Бұл да тағы да Интердің латеральдары неге маңызды деген тақырыпқа байланысты видео. Мына осы Бавариямен болған ойындағы екінші таймдағы эпизод. Бұл жерде Барелла допқа таласып, допты Мхитарянға асырады, және де мына екі қапталдағы ойыншыларды назар аударамыз. Демарко да бос, Дармиян да бос. Демек, бұл жерде Мхитарянда бірден екі нұсқа бар доп асыруға. Бұл Интердің, жаңа бізде фишкасы деп атап отырмыз ғой, бұл Интердің басты фишкасы.
эфиріміздің басында айтып өткендей, бағдарламамыздың басында айтып өткендей, Демарканы латераль деп айтуға тіл бармайды. Бұл нағыз қапталдағы шабуылшы сияқты. Дәл солай Дармиян да қозғалады. Оның орнында Dumfries болса, Dumfries те солай жасайды. Бұл қосымша опция, әсіресе егер де сен үш орталық қорғаушы екі латеральмен ойнап, сенің қарсыласың төрт қорғаушы болып ойнаса, бір сызық бұл Барселона сияқты. Яғни мұндай латеральдардың алаңда болуы бұл қосымша плюс болады. Себебі олар әрдайым бос болып қалуы мүмкін да. Яғни олар бос деген сөз әрдайым қапталға пас беруге мүмкіндік бар деген сөз. Егер де ортада қысым жасап алса, Барселона Интердің орталық жартылай қорғаушылары әрдайым осы қапталға назар аударып, осы жақтан шабуылды іздеу жолдарын табу мүмкін. Шабуылды жалғастыру жолдарын. Жерде Мхитарян, алға қарай айта кетейін, өкінішке орай видеоны көрсете алмаймыз, бірақ Мхитарян мына жерде допты қабылдап, ары қарай Дармиянға ысырап, Дармиян қателеспесем соққы жасайды. Келесі видеомыз, бұл тағы да бір сол дүние. Көресіздер, бұл жерде тіпті Дармиян мен Демарко екі шабуылшыдан да жоғары тұр. Ана жерде артта қалып қойған Тюрам, артта қалып қойған Лаутаро Мартинес, Барелла, әдеттегідей Демарко, Дармиян басты рөлдерде шабуылда. Қазір қайтадан Бареллада екі мүмкіндік бар. Мына жерде допты алып, ол я Дармиянға бере алады, я аняққа Бареллаға. Сол жаққа бере салуға, да? Иә, бұл жерде бұл эпизодта қазір ол шамалы ғана пауза беріп, бір үзіліс жасап, кішкентай ғана кідіріп, Тюрамның қосылғанын күтетті. Себебі Тюрам ана жерге өзімен бірге Баварияның қорғаушыларын алып кетіп, Демарканың бос кеңістігі қалып қояды, сол жаққа қарай пас асырады. Қателеспесем, бұл жерде бір қауіпті сәтпен аяқталады. Осы Интер деген кезде, қандай команда деген кезде, бірінші кезекте осы латеральдарды шабуылға жиі қосып ойнайтын өзіндік стилі бар команда деп айтуға болады. Бірінші кезекте. Бұрыштама доптары, стандарттар, иә. Бұлар да өте маңызды дүниелер, бірақ Интер бір қызығы бұл стандарттарда ешқандай бір құйтырқы әрекеттер жоқ. Нәтиже жоқ па? Нәтиже бар, бірақ андай үй тапсырмасы болады ғой кейбір командаларда. Бірнеше ойыншылар, бір топ ойыншылар алға жүгіреді, бір топ алдағы ойыншылар артқа жүгіреді деген сияқты. Бір-біріне блокировка жасайды. Ялмаса оны алдындағы эфирлерде көргеніңіздер, Астон Вилланың жаңағы бір стандартын көрсеттім ғой сіздерге. Сондай дүниелер Интерда жоқ. Неге? Себебі оларда Ачерби бар. Екіншілерде ойнайтын тек қана Ачерби емес, Павар бар, Бастони бар, одан бөлек Тюрам бар. Одан бөлек бойына қарамастан Лисандро Мартинес та өте керемет ойнайды. Өте керемет ойнайды. Бұл жерде қазір мына пасты асырған, және де Лаутаро Мартинес, кешірім өтемін, да. Лаутаро Мартинес бұл жерде енді пас беретін жігітке де баса назарда керек. Бұл үлкен плюс Интердің құрамында Чалханоглу сияқты стандартты жағдайды орындайтын хас шебері стандарт жағдайлар. Негізі Интерға осы Барселонаның алдында негізі угловойдан жақсылап дайындалу керек сияқты. Неге? Өйткені Барселона соңғы 6 матчта жалпы 3 рет угловойдан гол жіберіп алған. Осында есептеу керек. Эл Классикода да гол жіберді ғой. Иә, Чуамини соққан, иә, Арда Гулер берген пас. Сол себепті Интер угловойдан жақсы дайындалатын шығар. Иә, бұрыштама доптарынан. Бұл да Интердің бір жақсы қаруы болады деген сөз деп ойлаймын. Өйткені екінші этажда, екінші қабатта Барселонада кім ойнай алады? Бұл Пау Кубарси, жап-жас жігіт. Екіншіден бұл әрине ортада ойнайтын қорғаушы Араух емес, Мартинес. Иниго Мартинес. Үшіншісі кім? Жерар Мартен туралы және Күнде мүмкін. Сол 4 қорғаушы ғана. Бірақ білмеймін, біз интернеттен ақпарат іздеп салыстырып қарау керек, бірақ Интердің жаңағы орташа бой ұзындығы меніңше Барселонадан биік сияқты ол көрінетін, солай ойлаймын. Неде бір қызығы мына жерде подбор дейміз ғой, допты тосып алу жағынан көріңіз, 3 бірдей ойыншы дайын тұр да. Бұл жерде Барелла да бар, Мхитарян да бар, Демарко да бар. Яғни отскок дейміз, яғни доп жаққа келіп жатса, ары қарай соққы жасайтын 3 ойыншы бірден дайын тұр. Бұл да жақсы ойластырылған құйтырқы әрекеттер болмаса да, бір алмасулар болмаса да, бұл жақсы ойластырылған. Бірінші кезекте қарымта шабуылдарды тосып алу үшін жақсы ойластырылған дүние, 3 ойыншы. Келесі видеомыз бұл Интердің ойындағы қателіктер деп атауға болады.
яғни зоналар. Интер негізінде алдыңғы эфирларда айтып өткендей, бағдарлама айтып өткендей, Арсеналда айттық қой, компактно қорғанады, екі сызық артқа жатып алып, бір-біріне көмектеседі, подстраховка деген дүние бар. Интерда да дәл осындай дүниелер бар. Мынау ойын бірінші таймда да осылар ойнайды, 22-ші минут өтіп жатыр, Бавариямен. Осы ойынның 90-ші минутында да Интер солай ойнай біледі. Яғни дисциплина жағынан Интерде бәрі жақсы, ойыншылар қорғана біледі, өздерінің қорғаныстағы жұмыстарын атқару біледі. Тек қана мына екі жігіттен бөлек. Мына екі жігіт көбінесе күштерін шабуылдарға, қарымта шабуылдарға сақтайтын сияқты болып көрінеді. Бірақ Интердің бұл схемасында бір үлкен минус бар. Яғни, егерде Интер 5-4-1 схемасымен ойнаған кезде, мына мен қазір экранда көрсетіп отырған минус көрінбейтін еді. Бірақ орталық жартылай қорғаушы үшеу болғандықтан, олар егерде қарсылас ортада көп болса, олар қарсыласқа оң жақтан сол жаққа, сол жақтан оң жаққа ығысып үлгермейді. Сол себептен мында көріп отқандай мына зоналар қалып қояды. Мына зонада қазір қателеспесем, Лаймер допты қабылдап, ары қарай допты пасты өзінің ойыншысына беріп, сосын оны неге айбалаңына асырады. Демек, бұл Барселона үшін Интердің қорғанысына кілт табудың бір жолы деп атауға болады. Егер мына Лаутаро Мартинесқа, я болмаса Маркус Тюрам, я болмаса оның орнына Тереми болса, Инзаги осы екеуінің біреуіне артқа қайтыңдар деп бұйрық берген кезде, бұл тағы да бір жартылай қорғаушы болып сызыққа отырып, мұндай зоналар болмас еді деп ойлаймын мен негізі. Бірақ экранда көріп отқаныңыздай. Бұл Инзагидің стратегиясы ғой. Екеуі алдындағы қала берсін, мыналар компактны түсіп қалады мүмкін қорғанысқа. Плюс бір факт сондықтан. Мына жерде ойнап жатқан бұл Майкл Олис. Топ-5 чемпионатта қазіргі таңда явный голевой возможность дейді ғой, сол показательден бірінші орында. Рафиниядан да жоғары. Сондықтан мына жерде Олисі қалып жатса, енді Интерде Баварияда қауіпті жағдай, қауіпті момент болады. Бұл жерде енді Инзагиді түсінуге болады, себебі егерде жаңа әуедегі длинный пас дейміз ғой, ұзын пастар арқылы шығатын болса, бір ғана Тюрам 4 қорғаушыға қиын болады, ямасы 3 қорғаушы болсын қарсыластың артына қалып қойған, оған оларға қарсы өнер көрсету, допқа таласу қиын болады, ямасы Мартинесқа дәл солай. Сол себепті шабуылда осы екі жігіт қалып қояды да, ұзын пас келген кезде әуедегі доптарға таласу үшін және подбор жасау үшін осы жігіт тырысады. Сондықтан да олар қорғанысқа көп көңіл бөлмей, көбінесе осындай мүмкіндіктер күтіп тұрады, қарымта шабуылдар тосып тұрады. Келесі графикамыз, бұл қайтадан осы зона, қайтадан назар аударамыз. Мына жерде айтып өткендей көрдіңіз, Барелла мен Чалханоглу оң жаққа Кейннің артынан соңынан еріп ығысады. Ал Мхитарян баланс сақтау үшін ортада қалып қояды. Дегенмен де, ана көріп отқаныңыздай Лаймер қолын көтеріп көрсетіп тұр, мен боспын, маған бер деп. Бұдан Лаймерден бөлек бірден 3 футболшы тұр да. Қазір дәл осылай осы сәтте Кейн Алисеге пас асырады, одан Лаймер шабуылға қосылады. Осы шабуылдың нәтижесі соққымен аяқталады. Бұл зоналарды көріп отырмыз. Тағы да қайта өтсем, Барселона үшін бұл жақсы мүмкіндік. Міндетті түрде Флик бұны зерттеп, осы бос кеңістіктерді пайдалануға тырысады. Және де көріп отқаныңыздай, ана жерде Лаутаро Мартинесқа түсе қоюға болады ғой, мысалы, көріп отыр, артында бір емес екі ойыншы тұр, бірақ Мартинес түспейді. Мартинестің ойын стилі сол, мүмкін бас бапкердің Инзагидің Мартинесқа беріп қойған нұсқауы, жеке тапсырмасы да сол көмектеспей ақ қой, жігіттер өзі қорғана біледі, сен бастысы қарымта шабуылдарға дайын бол деп айтып қойған мүмкін, айтқан мүмкін. Осы басты назар соңғы видеомыз, бұл енді айып алаңында дәл осындай сәт орын алады. Бұл жерде енді Лаймердің қосылу арқылы қазір бұл жерде Алиса доппен Лаймерға пас береді. Кімді қараңыздар, Мюллер. Бір қарасам, көк жиде келген ойыншылар көп сияқты. Бірақ Мюллерден көз жасып қалып тұр. Мюллер де бұл жерде өте хитрый ойыншы ғой. Ол кімнің қасына, Кейннің қасына бармай, допты мына жерден тосып тұр да. Және де мен қазір көрсетіп қойдым, сізіп
егер де Интер бір шабуылшымен ойнаған кезде бұл жерде Маркус Тюрамның артқа қарай ығысатын орны ғой былай. Сол кезде мына жерде қазір бос кеңістік болмайтын еді. Демек Мюллерге соққы жасауға мүмкіндік болмайтын еді. Бұл эпизод немен аяқталады? Лаймер полуфланг арқылы өтіп Мюллерге пас береді. Мюллер өте қалыпты соққы жасайды. Гол соға алмайды, бірақ шабуыл өте қалыпты болады. Осында пас беріледі ғой. Одан кейін екінші деммен кіріп жатқан Мюллер допты алып алады. Осындай зоналарды әбден пайдаланылады. Бұдан бөлек мына Лаймерді көп тұрыңыздай, мына Лаймер кімнің артына? Мхитарянның артына, Мхитарян негізі Лаймермен ойнау керек қой, бірақ Мхитарян көз жазып қалады да, Лаймер мына полуфлангке, мына бос кеңістікке кіре береді. Яғни Мхитарян сияқты, Барелла сияқты, Чалханоглу сияқты ойыншыларда бірге бір ойнау кезінде қателік жіберуі мүмкін деген сөз. Яғни өзінің ойыншысымен соңына дейін ойнамай, оны жіберіп қоюы мүмкін деген сөз. Бұл да бір сигнал деп айтуға болады ғой Инзаги үшін. Яғни қаншалықты сен жақсы қорғансаң да, Интердің да қорғанысынан осал тұстарын табуға болады деген дүние. Жалпы Интерға келетін болсақ, осы латеральдары өте мықты Еуропадағы өте мықты коллективтердің бірі. Дармиянда кейбір ойындарда тіпті Дармиян мен Димарко өздері гол жасап жүреді ғой. Біреу сол қапталдан, екіншісі оң қапталдан, біреу пас асырады, екіншісі баспен соғады, болмаса Дюмфрис болсын, пас асырады, Димарко гол соғып жүреді. Бұл кей кезде ойлап қаласың да, Интерға Тюрам мен Лаутаро Мартинес керек па жалпы деп. Керек. Өйткені серия А-ны алсақ, қазіргі таңда Федерико Ди Марко үшінші сұрмерген. Гол плюс пас системасынан қарасақ әрине. Ода 11 ұпай бар. Бұл кәдімгідей бір вингердің немесе бір шабуылшы ойыншының бір показательдері сияқты болып қалған. 3 маусым бойы Федерико Ди Марко ол туралы Пеп Гвардиола да айтқан. Біз дәл осы Федерико Ди Маркоға назар аударайық. Өйткені финалда Интер ойнағанда дәл осы бір теневой, кәдімгідей екінші демен қосылатын, өзінің бір жақсы жерін, позициясын таба алатын қорғаушы. Қорғаушы емес, ол негізі бұлай қалай? Латераль? Бұл жерде Интерге қатысты тағы да ортадағы үш жігітке қатысты ақпарат айта кетейін, өз ойымен бөлісе кетейін. Барелла енді ең жастауы ішіндегі, сол себепті Барелла жас болған соң, енді оның күш қуаты көп шығар, сол себепті ол алға қарай көбірек барады. Әсіресе мен айттым оны, әуедегі асырған доптар Маркус Тюрам мен кімге Лаутаро Мартинеске берген пастың подбор дейміз ғой, тосып алу жағынан ең бірінші кезекте көбінесе Барелла болады. Ал жас үлкендеу екі жігіт, бұл Чалханоглу мен Мхитарян көбінесе артта қалып қояды. Сол себепті Бареллада көп ауысады, оның орнына Фраттези шыға біледі. Әсіресе мына бірінші ойында, Бавариямен болған ойында Фраттези алаңға шығып, бірінші минуттан гол соғады. Осындай бір өзіндік ақпарат бар да Интер туралы. Интердің ортадағы жартылай қорғаушыларға қатысты. Бұдан бөлек, оның алдындағы бағдарлама айтып өткендей, тағы да қайталап өтемін. Бұндай турнирлерде осындай үлкен жарыстарға қатысып, үлкен трофейлер жеңген ойыншылардың, тәжірибелі ойыншылардың бары өте маңызды дүние. Яғни бұл Чалханоглу, Мхитарян, Италия құрамасында ойнайтын Ачерби, Франция құрамасында ойнайтын Павар. Қай-қайсысын түртіп қаласаң да, барлығы өте тәжірибелі ойыншылар да. Әсіресе Зомерді алсаң да өте тәжірибелі бар. Барсамен салыстырмалы түрде, Барса енді жаңағы тәжірибелі ойыншылар мен жас ойыншылардың миксі ғой. Ал Интерде толы состав толы ол тәжірибелі ойыншылар. Тек Барелламен айтуға болады, тек жас ойыншы деп. Қалғандардың барлығы 30-та жақындап қалған, 30-дан асып кеткен. Тіпті рейтинг болған Чемпиондар лигасының командаларының ішіндегі жас ең үлкен команда ол Интер. Серияда да солай сияқты. Серияда сол сияқты, иә. Мен ойымша Барселона немен ала алады, жеңіске жете алады. Бұл біріншіден темп, өйткені физикалық дайындығына байланысты Интерде бір үлкен мәселе болып тұрған сияқты. Үш турнирде ойнап атқан сияқты,
Екіншіден Мхитарян мен Челханоглу түсінікті, олар 30-тан асқан, Барелла ғана бар. Ол дәл осы Тюрам сияқты тек қана жылдам емес, динамикал, сондай динамичный ойыншы да. Ол шабуылға да қосыла алады, дриблинг арқылы допты алға тарта алады. Бірақ осы екеуінің артынан, Мхитарян мен Челханоглу артынан кейде үлгере алмайтын сияқты. Бәрін қара жұмысты атқаруға да. Так, мен онда келесі Барселонаға қатысты дайындап қойын да, картинкалерді. Негізі бәрібір де Интер Барса үшін бір ыңғайсыз қарсылас емес. Қанша жыл болды ғой, екі команда ойнап келе жатыр ғой бірге. Чемпиондар лигасында өте ыңғайсыз қарсылас. Мысалға былтырғы ойындарында білесіздер ғой, өте қиын болған Барса үшін. Барса тіпті 1-0 есебімен жеңіліп қалған, өз алаңында ма? Өз алаңында жеңіліп қалған. Сол себепті кім Тюрам қатыспаса да, жаңағы Ди Марко дедіңіз. Білмеймін, командалық ойын көрсететін сияқты бәрібір де. Ендеше Интер жайлы толыққанды жалпы ақпараттарды айтып өттік деп ойлаймын. Енді алаң иелері Барселонаға тоқталайық. Қанша дегенмен де бұл ойында қалай ойлайсыздар? Барселона фаворит деп айтуға келе ме? Өз алаңында, иә. Ендеше Дидар мырза. Мен ойымша екі ойында да Барселона фаворит қала береді. Мен сол туралы айттым ғой. Қазіргі таңда Барселонада резервтегі ойыншылар ойынды күште алады. Жақсы бір джокері бар сияқты. Ферран Торрес Эль Классикада Реалға қарсы өз-өзін жақсы көрсетті. Левандовскийдің орнын жоқтатпайды. Жалпы негізі Ферран Торрес соңғы айтып өтсек, енді осы қаңтардан бастап жаңа бір деммен кірген секті болды осы Барселона, потому что өйткені Левандовский енді кей матчтарда енді қатыса алмай қалып жатады, қатысса да бәрібір джокер форматында енді екінші таймда шығып гол ұрып жатқан Ферранды енді өткенде Эл Классикада енді шынында да өте керемет ойынын көрдік деп ойлаймын. Ол бір психологиялық нәрсе сияқты, иә. Оған сенім артпаса, білмеймін, Торрес Манчестер Ситиде де солай болып қалған. Конкуренция болғанда ол бір түсіп қалады да. Ойын практикасына алмайды. Ол өткені екінші таймда шығып тұрса, 30 минуттың ішінде өз-өзін көрсете алмайды. Бірінші минуттан шығып, бір 3-4 ойын болсын, сонда бір бабында болып шығатты. Бірақ бір кейбір футболистер болады, олар основада ойнай алмайды да, негізгі құрамында. Бірақ қосалқы құрамнан шығып, жаңағы джокер форматында күшті ойнап кетеді. Мысалға, баяғыда Атлетикода Карраско бар еді ғой. Екінші таймда Симеоне әдейіге бір екінші таймда шығарып көрсетеді сол ойыншыны. Сондай ойыншылар да бар болатын. Жоқ, мен бұл тақырыпқа қатысты, Левандовский Торрес тақырыбына қатысты менің өзімдік пікірім бар. Мен Ферран Торресті осал шабуылшы деп айта алмаймын, жаман шабуылшы, жақсы шабуылшы. Бірақ Левандовскийдің өзіндік бір алаңдағы өзіндік бір жаңағы функциясы дейді ғой, маңызды функциясы бар. Қазір оны түсіндіріп айта өтем, қандай функциясы екенін. Сол себепті Левандовскийдің болмауы Ферран Торрестің болғанынан бір үлкен потеря сияқты да Барселона үшін. Бұл шабуыл структурасын бәрін өзгерту керек қой. Өйткені профильдері мүлде бөлек. Енді Барселонаға көшейік. Барселонаның қандай қапталмен қалай шабуылдайтын бұл картинкада көрсетілген. Бұл Чемпиондар лигасындағы статистика, Хадл компаниясының статистикасы екенін қайталап өтем. Бұнда да Интер сияқты ортамен шабуылдар басым. Неге? Себебі мен бірінші кезекте ол Левандовскийдің рөлі, екінші кезекте Рафинямен, бірінші кезекте Рафиня шығар енді. Мен қараған видеоларда дайындалған кезде ойындарға Рафиня қорғаушылардың артына бос кеңістікке шабуылдай білетін ойыншы, және де ол ортаға қарай ашылады. Әсіресе Ямаль ортаға ығысып, Рафиняға көп пас беретін реті бар, болмаса Ферран Торресқа көп пас беретін реті бар. Левандовский қорғаушылардың артына көп ашылмайтын ойыншы, бұның басқа функциясы бар. Келесі кезекте пастасу графикасы. Мына жақта да Маркус Тюрам жүр. Шатасып кетіп, Барселона кетіп қалған. Бұл жерде енді көріп отырғаныңыздай Барселона Интерге қарағанда салыстырмалы түрде қақпашымен көп ойнайды, және де олар билдапты қысқа орта пас арқылы ойнатып қарсыластың прессингінің астынан осылай шығады деген сөз ғой. Соңғы Эль Классикамен ойында да көрген шығарсыздар, пас арқылы, қысқа пас арқылы шығып Реалдың прессингін бұзған кездері, сәттері болды. Ортадағы екі жігітке біраз дүние байланысты. Бұл Де Йонг,
екіншісі Гави болуы мүмкін. Гави Педри. болуы мүмкін, Педри болуы мүмкін. Мен ойымша Де Йонг пен Педри болатын сияқты соңғы классикада шыққандай. Болса ойыншыларға, яғни Интерда оның алдында көргеніңіздей айттық қой, бір плеймейкер бар, ол Чалханоглу деп, иә. Ал мұнда қос ойыншы плеймейкердің рөлін атқара алады. Де Йонгтың бір жақсы қасиеті ауқымды қысым көрсеткен кезде ол сол қысымның қарамастан допты сақтай біледі да. Бұл жаңа тамаша качество да, тамаша қасиет ойыншының. Педриде де сондай қасиет бар, бірақ Де Йонг сондай қысымға үйреншікті болып көрінеді маған Педриге қараған кезде. Және де оң қаптал қорғаушысы Ямальды көп іздейтінін білеміз. Бұны да қазір келесі видеоларда көрсетіп өтеміз, айтып өтеміз. Ал шабуылдағы Рафиняға Ферран Торрес болсын, Левандовский болсын, оларға 10 соққыдан астам, 10 пастан астам берілмейтінін көрініп тұр бұл жерде. Және де бір қызықты, қызыл болмаса да, көкпен берілген сызықтар орталық қорғаушылардың ұзын пастармен берілетін Ямальға және Рафиняға беретін пастары бар. Енді кезекте бізде мұндай статистика. Прессинг қарқындылығы бойынша Хадылдың Чемпиондар Лигасының барлық матчтарын саралап көрсеткен қазіргі таңдағы статистикасы. Бірінші орында прессинг жағынан Бавария, ПСВ, үшінші орында Барселона. Бұл не дегеніміз? Бұл Интер қарқынды прессингке дайын болу керек деген сөз. Енді бұл жерде Барселона прессингіне қатысты қандай ақпарат қосып айта аласыздар? Кімге байланысты бұл прессинг? Мен ойымша Ямальға да, Рафиняға да көп қатысы бар, иә. Левандовскийдің қатты прессинг жасайтын көрген жоқпын. Ферран Торрес. Левандовский енді көп қозғалмайды, тәжірибелі ойыншы болғансына. Ферран Торрес прессинг. Эль Классикадан кейін айтамыз, иә. Көп қосылады, қақпашаға шығып тұрады, орталық қорғаушыларды тексеріп кішкене. Сонымен қоса Педри бар және Дани Ольмо. Кунде да көтеріледі. Жерар Мартенға қарағанда. Өйткені Мартен, Бальдемен оларды да салыстыруға да болмайды. Однобокий защитник дейді ғой. Оның жақсы жағы бұл тек қана кросстар. Кросс арқылы кейде таба алмай тұрады, орташа бір қысқаша пастарды беріп, солай жүріп тұрады. Эль Классикада солай болды ғой. Олар бүкіл ойыншыларды алып, Рафинияның жанында бір ойыншы тұрады, Педрины бір ойыншы ұстап тұрады. Ал Жерар Мартен өзі қалып қояды, өйткені одан ешкім қорықпайды. Түсінікті. Демек, Жерар Мартеннің шығуы мүмкін, е? Бальде жарақат алған. Дайын бола ма? Дайын болмайды сияқты менің ойымша. Физикалық тұрғыда. Мәлімет жоқ па? Сол туралы. Жоқ, ондай ақпарат жоқ. Толыққанды енді мен бүгін ғана оқып шыққаным бар, енді Левандовский мен Бальде бұл матчты міндетті түрде жібереді. Ал Касадо? Касадо белгісіз. Бірақ Касадо дайын болса да Де Йонг шығады ғой. Жарайды, бізде келесі дайындаған графика стоп кадрден бұл Барселонаның қарымта шабуыл деп айта алмаймын. Позиционды шабуыл деп болатын шығар енді. Иә. Үш ойыншы. Демек, бұл жерде бұл Чемпиондар Лигасында Дортмундтық Боруссияға болған бірінші ойын 4-0 есемен аяқталған естеріңізде. Левандовскийдің жаңа маңызды рөлі деп айттым ғой. Маңызды рөлі бұл жерде қалай көрінеді? Көріп тұрыңыздай, мына жерде 16 нөмірдегі Фермин Лопес алға қарай жылжып, орталық қорғаушыларды өзімен бірге алып кетеді де, Левандовский міндетті түрде екінші қарқынмен шабуыл жасайды. Неге? Себебі екінші қарқынмен жұмыс жасаған кезде ол бос кеңістік болады ғой енді. Себебі ыңғайлы. Өте қу ойыншы. Ол ешқашанда мына қорғаушылармен топқа таласып, итесіп жатпайды, иә. Ол міндетті түрде бос кеңістік іздейді, сол допты алғаннан кейін ары қарай пас асырады, Ямальға, я болмаса өзі соққы жасайды. Осындай Левандовскийдің құйтырқы әрекеттері өте керемет. Бұндай әрекеттерді қорғаушыларға оқи білу өте қиын. Сол себепті Фермин Лопес олай ойнамайды. Фермин Лопес көбінесе Ферран Торрес. Фермин Лопес сияқты ол алға қарай жүгіреді, көбінесе бос кеңістікке ашылады, бос кеңістік пайдаланады, қорғаушылардың артындағы кеңістіктерге жүгіреді. Оның стилі өзгеше. Сол себепті бұл енді тәжірибенің жетіспеуі деп айта алмаймын. Профилі басқа. Профилі басқа.
сол себепті қазіргі Барселона үшін Левандовскийдің маңыздылығы өте жоғары, өте жоғары. Келесі видеоға көшейік. Бұл қайтадан осы Чемпиондар лигасындағы ойын. Түсікті болады шығар, оң қаптал қорғаушысы, сол қаптал қорғаушысы. Барселонада бір қызық жері, оны алдында бағдарламада біз талқылаған кезде ПСЖ-да айтқанбыз. Қос фулбек, ПСЖ-да 4 қорғаушы ойнайды ғой, бір сызықта. Олар шабуылға қосылады. Хакими мен екіншісі Мендеш. Демек, артта біз айтқанбыз, көбінесе командалар жаңа баланс үшін бір қапталдағы қорғаушыны қалдырады. ПСЖ олай ойнамайды. Бірақ Барселона дәл солай ойнайды. Көріп отқаныңыздай, мына жерде мына жақта бұл кім екенін ұмытып қалып тұрмын. Бальде ма? Маңызы жоқ. Сол қаптал қорғаушысы көтерілген кезде үстіге қарай, бірақ енді Демарк сияқты көтеріле бермейді, дегенмен де шабуылды қолдаған кезде бұл доп асырудың, пас берудің бір опциясы ашылуы, ол кезде Кюнде артта қалады. Дәл осылай Кюнде көтерілетін болса, мына сол жақтағы қорғаушы артқа қарай кетеді. Яғни айта өткендей, бұл жерде Барселона әрдайым қарымта шабуылдарға төтеп беру үшін баланс сақтайды. Бұл эпизод немен аяқталады? Бұл жерде қазір Барселона ойыншылары Де Йонг доп жоғалтады. Бұл жерде көріп отқаныңызда сары жейдедегі 5 ойыншы бар. Осы 5 ойыншы шабуылдаған кезде Барселонаның ойын 3 қорғаушысы сауатты қол қорғана біледі. Егер де мына жерде Кюнде болмаған кезде, бұл жерде численное преимущество дейді ғой, сан жағынан басым болып қалуы мүмкін Дортмунд Боруссияның ойыншылары. Сол себепті бұл Ханс Фликтің ойынға деген жоспар деп ойлаймын. Кюнде сол жақта қорғаушы қосылған кезде оң қапталда қорғаушы артта қалады. Оң қапталда қорғаушы қосылған кезде сол қапталда қорғаушы артқа қалып баланс сохранить етеді, баланс сақтайды. Интер, Боруссия сияқты ойнай бере ме? Дәл осы кезде бәрін айтып шығайын да, өйткені осы кезде Барселона өз-өзіне шақырып жатыр да Боруссияны прессингке. Осы 4 ойыншы қосылып жатыр, ана жақта Гераси қалып қойған. Осы зонаны көріп тұрмыз. Фирмин Лопес мына жерге қосылады, Рафиня мүмкін түседі. Интер солай ойнай ма? Жоқ, нақты Дортмунд Боруссиямен салыстыратын болсақ, Интердің ойыны бөлек. Дортмунд Боруссияда Интердағыдай ойын жүйесі жоқ, дисциплина жоқ. Шамал ләліп кетеді. Мынау екі қараған ойында Боруссияның ойыншылары позицияларын тастап, прессингке шыққанда да бір неорганизованно шығады прессингке. Ал Интерда ондай дүние жоқ. Интер до мельчайших деталей дейді ғой, ойластырылған Инзагиде барлығы. Сол себепті мындай зонада Интерда мындай зонаны көре білмейсің. Мындай зона пайда болған өзінде де ортадағы жаңағы Мхитарян бар, Чалханогlu бар, Барелла бар, бірден толтырады. И бұдан бөлек мына Дортмунд Боруссияның орталық 3 қорғаушысы, оларда да осындай жүйеде ойнайды. Интер сияқты жүйеде 3 қорғаушы орталық, 2 латераль, бірақ қорғаныстағы жігіттердің деңгейі Интердің қорғаушыларынан төмен. Сол жағынан айырмашылығы бар. Жақсы, бұл стереотип болсын, бірақ неміс командасы дәл солай динамичный футбол ойнап, прессингке шығып, мүмкін физика жағынан сындырып тастаймыз деп оймен шығып жатқан сияқты. Бірақ Барселонаға қарсы бұл мүлдем нәтиже бермеген. Келесі видеомызға көңіл бөлейік. Бұл Барселона компактный футбол деген графика бізде. Мынау Реал Мадридпен болған ойын, қателеспесем, соңғы осы Эль Классико сияқты ғой осы. Эль Классико ма, или чемпионат па? Қай Реал Мадрид мынау? 4-2 ма, қайсы 4-0 ма? Соның біреуі мен тауып алған, Хадл компаниясының желісіне тауып алған видео, Барселона қалай қызық қорғанады, көрдіңіздер ғой? Эль Классикода ойын ғой? Қысып, мына жақта Мартин шығып жатса, ол ақырғы ойын сияқты. Мүлде шанс бермей, ортада допқа таласуға осындай бір схемада ойнайды. Бір жағынан керемет дүние деп айтуға болады. Бұл жаңа кезінде тағы да айтатын шығарсыңдар маған. Чемпионат мері кезінде Италия ойнады ғой, дәл осылай компактно қорғанды. Дәл осылай зона бермей, бос кеңістік бермей қорғанды. Бірақ бұл жерде бір минусы бар. Бұл осылай Барселона осылай қорғанғаны Интер үшін өте жақсы. Себебі мен айтып өткендей, 2 латераль, олар широко тұрып, ширина жасап, әрдайым оларға пас асыруға мүмкіндік болады. Бір жағынан Демарко, екінші жағында Dumfries. Дармиан болды. Яғни Барселонаның
қорғанысын оңай созуға болады деген сөз. Оңай, мүмкін, Мүмкін. оңай емес. Өйткені ол Реалға қарсы ойнаған тактикасы ғой. Мына жақта енді түсінікті, Винисиус, Мбаппе бәрі ортаға кіріп жатса, Барселонаның қорғаушылары олардың артынан кіріп жатырды. Бірақ мына жақта енді бос кеңістік қалып жатыр. Сол жаққа бірақ пасты бере ала ма Винисиус? Оның алдында екі ойыншы. Мына жақта Жюль Кунде тұр. Интер солай ойнамайды. Көріп жатамыз. Қызықты саралауға болады, ойынды көріп отырып, осы біздің графикамызды еске түсіріп, бұл жерде эпизод неме аяқталады, допты тартып алып, қарымта болады. Барселона өте қауіпті қарымта болады. Жарайды, келесі видео бұл Барселонаның стандарттары. Дайындаған үй тапсырмалары болды. Әсіресе мына видеода кім екені есіме түспей тұр. Осы ма? Жюль Кундеге пас асырады. Кунде бұл жерден Рафиня ортаға қысады. Фланг, мына жерде бос кеңістік болады, флангта сол жаққа қарай Кунде ашылады, Кундеға пас беріледі, және де ол айлаңнан асыра біледі. Бұндай, шыны керек, бұндай стандарттар Барселонада көп болмайды. Мен бір 15 па 20 стандарт қарап шықтым, оның ішінде бір 3-4 болды. Демек, бұл Барселона ондай әрекеттері көп бара бермейді деген сөз. Олар да Интер сияқты тек айбалаңын асыра салады да, сол жаққа допқа таласуға тырысады. Бірақ осындай дүниелерге дайын болу керек деп ойлаймын Интер. Ол өте қызықты розыгрыш болды, қызықты бір әрекеттер жасады. Ойыншылар орын алмасып, Кундеге бос кеңістік ашып, Кунде сол бос кеңістікке кіре біліп, айбалаңында Барселона ойыншылары дайын тұр. Көріп отырсыздар қанша ойыншы бар екен. Осы сәт соққымен аяқталады, бірақ бұл соққы қақпаға дарымайды. Барселонаның тағы да бір қызық дүниесі бұл искусственный офсайд жасау. Жасанды офсайд. Дортмунд Боруссиямен болған ойында Барселона осылай ойнауға тырысады, бірақ екі рет Боруссия қарымта шабуылға шығып кетеді. Неге? Себебі мына үш ойыншыны алсақ, мына үш ойыншы бір-бірімен синхронды қозғалады да, ал ана Кунде көбінесе қалып қояды қаптал. Сол себепті мына жерде әдейі қателеспесем мына пасқа ашылады қазір. Өте қауіпті шабуыл болады. Барселонаның бір осындай әрекеттері бар да. Енді бұл да Барселонаның үй тапсырмасы дейміз ғой, Ханс Фликтің үй тапсырмасы. Бірақ бір жағынан жақсы дүние болуы мүмкін, бірақ екінші жағынан Интер үшін тамаша мүмкіндік. Әсіресе жаңағы алаңның ішінен қосылатын, из глубины дейміз ғой, Бастони сияқты жігіттерге, Демарко сияқты жігіттерге осындай Барселона искусственный офсайд, жасанды офсайд жасап жатқан кезде қосылып шығып кету мүмкін да, пас асыратын жақсы жігіттер мүмкіндіктер болып жатса, бұндай дүниелерді Интер пайдалану мүмкін әбден. Иә, негізі Адеймин мәнерінде кім? Лаутаро Мартинес еміршіне ойнай алады. Ондай жылдамдық жоқ, бірақ дегенмен де енді Адейминнің жылдамдығын масқара. Бұл ойында көрсетті ол жылдамдығын. Бірде-бір Барселона қорғаушысы қуып жете алмады, бірақ Адейминнің бір жаман қасиеті ол шабуылдарды Левандовский сияқты, Рафини сияқты аяқталмайды да. Сол сияқты ол көп мүмкіндіктер жіберіп алып тұр. Бірақ шабуылның жылдамдығының арқасында ол бір-екі рет қашып кетті. Осындай сәттердің қазір тағы да біреуі бар, сізге көрсетіп кетейін. Дәл осындай сәт, бірақ қақпаға жақынырақ қайтадан көріп отырмыздар. Міне 4 қорғаушы бір сызық бойында тағы да искусственный офсайд жасайды. Мына 3 қорғаушы бір адым солға қарай жасайды да. Мына ортадағы ойыншыларды офсайдта ұстап алу үшін Кунде тағы алып қояды. Демек Кунде бұл дүниеге дайын емес деген сөз деп ойлаймын мен енді. Әдейі пас асырады, бұл жерде өте қауіпті соққы болады. Францияда офсайдный ловушка деген нәрсені білмейді. Мүмкін. Емесе Кунденің сондай ойын стилі ма, түсінбедім мен, шыны керек. Бірақ осы назар аударғаным, осы жерінен Барселона бір жағынан Интерді ұстауы да мүмкін, Интердің шабуылдарын тоқтатуы мүмкін. Бірақ Интерға да жақсы мүмкіндік болуы мүмкін да. Барселонаның жаңағы офсайдный ловушкасының өзінің есіне пайдаланып, қарымта шабуылды жасауы мүмкін. Бұл тағы да Левандовский несімен мықты деген сұраққа жауап беретін графика. Бұл қарымта шабуыл Боруссиямен болған ойында. Левандовский алда кетеді, кідіріп қалады да, специально, әдейі. Рафинияны алға жібереді. Рафиня алға кеткен кезде, Левандовский қасына ойыншы үлгермейді.
Левандовский мына жердегі мына қателеспесем Фермин Лопес Фермин Лопес болу керек. Фермин Лопеске пас шығарып береді, Фермин Лопес ары қарай Ямальға ойнайды. Бірақ мына бір 2 секундтық, 3 секундтық Левандовскийдің қимылы бұл топ деңгейдегі қимыл. Топ деңгейдегі қимыл. Бұндай әрекеттерді әрбір шабуылшы жасай алмайды. Ол жүгіріп келе жатқан кезде, мына шабуыл сол жақпен өріп келе жатқан кезде, ол басын бұрып қарап алды. Менің артында кім бар? Және де Рафиняның жүгіретінін біледі да. Енді Рафиня білеміз, ол қорғаушылардың артына ашыла білетін ойыншы. Ол шамалы кідіретті, Рафиня алға жіберіп алады. Рафиня өзін бірге қорғаушыны алып кетеді. Ол өзіне пас келетінін біледі, себебі ойыншылар мүмкін бұл үй тапсырмасы да шығар, білмеймін мен. Себебі ойыншылар Левандовскийді іздейтін Роберт біледі. Бұл жерде бір паспен Лопесқа береді, Лопес ары қарай Ямальға пас шығарып береді. Бұл шабуыл Ямальдың өте қауіпті соққысымен аяқталады. Сол себептен тағы да қайталап өтемін. Левандовскийдің қазіргі Барселонаға маңыздылығы зор. Ол гол соқпаса да, нәтижелі пас бермесе де, шабуылды өрбіту барысында, шабуылдың қарқынын басқа жаққа ауыстыру үшін, қорғаушыларды шатастыру үшін, сондай дүниелер үшін бұл таптырмас шабуылшы, таптырмас керемет ойыншы. Мен ойлаймын, әлемдегі топ 3-ке келетін шабуылшылардың бірі. Қорғаушылар бүкіл фокусты жоғалтады дәл осы жағдайда. Ана жақтан Рафиня қосылса, мына қорғаушы да оған қарап жатыр ғой. Кәдімгідей тек қана Рафиня қосылса, бір паспен бере саласың ғой, одан кейін ол кете береді алға. Жоқ. Ол алады да кімді қосады? Фермин Лопесті, мына жақта Ламин Ямал осындай бір зонда қалады. Өзі ғана. Қазіргі Левандовский мен кімге ұқсатамын? Ливерпульде Фермино деген ойыншы болды ғой. Көп жаңағы Жоқ, Фермино оған. Иә, болмаса солай, иә. Сол стилі ұқсас та екі ойыншының. Ферминода естеріңізде Ливерпуль клубтың кезінде ол деген ұрымтал тұсқа соқпайды да, өзімен бірге қорғаушыны алып кетеді, зона ашып береді, болмаса пас шығарып береді деген сияқты. Қазір Левандовский дәл солай ойнап жүрді. Көп жүгірмейді, бірақ қозғалыстың барлығы ойластырылған, құйтырқы әрекеттері барлығы қорғаушыларды алдай біледі. Сонда да ол ұрымталдық емес қой. Ол сондай керек болған кезде екіншіден мен қосылады. Керек кезде өз зонаға кіреді. Керек кезде осылай бір плеймейкер сияқты ойнап кетеді. Ол Холланд сияқты емес, Мбаппе сияқты емес, классикалық шабуылшы. Барселонаға керек ойыншы осы. Мына екі жігіт жылдам, мына екі жігіт өздері біледі, қалай бәрі түйіндейді. Ал Левандовский оларға керек балансты қосады. Сонымен Барселона ұтады дейсің ғой. Күтіп отыр ғой. Мен қазір мақта десең мақтай беремін қазір. Мен Интерға дайындаған тағы да 10 картинкам бар десем. Жалпы, енді бірінші ойын Барселона алаңында болғандықтан Интер мен ойымша қорғанысқа көп көңіл бөлетін сияқты. Себебі Бавария мен Интердің ойыны 1-2 есемен аяқталды бірінші ойыны. Интер жеңіске жетті. Интер жеңіске жетті, сырт алаңда. Содан кейін өз алаңда ойнаған кезде Интер артқа жатып алды ғой. Мүлдем шабуылдаған жоқ, позиционалық түрде. Тек қана қарымта шабуылдар. Допты Баварияға беріп қойды да, не істеген келсе оны істей алсаң әрине деді. Артта жатып алып, тек қарымта шабуылдарға шығып отты. 2-2 есемен аяқталды екінші ойын. Демек бұл айтып өткендей Интер өте гибкий команда. Жағдайға байланысты ол қолайлы түрде ойнап көрсете алады да. Сол себепті бірінші ойында Интер артқа жатып алуы мүмкін. Қарымта шабуылдар Барселонаны ұстап, ал келесі ойында, екінші ойында мүлдем басқа ойын болуы мүмкін деп ойлаймын. Үлкен өзгерістер болады. Шабуылда ең біріншіден. Интер туралы айтсақ, бұл Маркус Тюрамның орнына кім шығатын болады? Өйткені Арнаутович болса, Таремида болсын, басқа профильді ойыншылар. Барселонада да дәл сондай мәселе болып тұр. Левандовский болмаса, Ферран Торрес, менде бір аналогия барды. Ферран Торрес кімге Қазақстан ойыншылардан алсақ, Абат Айымбетов ұқсайтын сияқты. Ол тек қана артқа ашылатын, сол офсайдный линияда жақсы өз-өзін ұстай алатын шабуылшы. Бірақ оған кішкене гибкі жетіспейді. И плюс ол Левандовский сияқты алаңды көре алмайды да. Кім қай жақтан, қай позицияда ойнап жатқан.
И Левандовски көп гол салады дейсің ғой. Албат қараған. болсын бірақ Нұркеннің айтқаны дұрыс, оның қара жұмысы көп, сол жетіспейтін мүмкін. Интерде стандарттар бар, ең біріншіден, екіншіден әртүрлі бір тосынсый инзай көрсететін сияқты дәл осы ойында. Сосын мен мына Эль Классикада байқаған тағы да бір дүние, Реал 2 гол соғады ғой, 2 голды да бұл стандарттардан. Бірінші Мбаппе айып соққысынан, екінші бұрыштамады. Чуамини. Бірақ бұдан бөлек Реалдың әсіресе екінші таймда Реалдың шабуылдары қалай өрбіді. Мбаппе шыға салып өзгерді ғой негізі ойын Реалдың. Иә, Мбаппе бірінші кезекте Мбаппе қалай, бірақ ортада жаңа подбор дедік қой, подборлар әуелеп келген топқа подбор кезінде Джуд Беллингем өте көп жекпе-жектер жеңді. Подкат жасап, жаңа өзінің денесін жаңа күш арқылы, жаңа Педриді болсын, Гавиді болсын, оларды таптап өтіп, солар алып кетіп, қателеспесем бір 3 жағдай жасап берді ғой Мбаппе мен Винисиусқа. Бұл жерде Беллингемнің сол жұмысын атап өту керек та. Демек, бұл не дегенім? Барселонаның жартылай қорғаушылары, кім Де Йонг болсын, Гави болсын, Педри болсын, кім болса да, егер оларға қарсы физикалық түрде мықты қарсылас болса, олар әбден жеңіліп қалуы мүмкін. Және де енді Барселона қысқа пас арқылы ойнайтынын білеміз ғой. Қысқа пас кезінде қателессе Реал сияқты қарымта шабуылға ұшу. Бірақ енді шынын айта кетейік, Интерде ондай ойыншылар жоқ. Мбаппе сияқты жүгіретін ойыншылар жоқ. Дегенмен бірақ екі латераль бар. Егер де ортада Барселона қателіктер жасайтын болса, екі латераль сақада сай тұрады ғой, контратакаға, қарымта шабуылға. Мхитарян мен Чалханоглуға бәрі байланысты ғой осы ойында. Федерико Ди Марко Жюль Кундеға қарсы осы дуэльде менің ойымша Кунде бір мықтырақ сияқты. Пау Кубарси да көмектесе алады, ал осы екі жігіт Мхитарян мен Чалханоглу екі фантазисті, екеуді бір жақсы пасты көрсете алатын ойыншылар. Бір 30-40 метрға болсын бір бере алады ғой. Дармиян қосылады. Оның жанында кім? Жарамартен қалады ғой. Сонымен қоса бір нәрсе бар да, қазіргі таңда Интер Европадағы бір показательный ең мықты команда. Прессингті бұзудан. Прессингті соны көрсеттің, кәдімгідей Бастони керек кезде қосылады, Ачерби шығып кетеді шабуылға. Ал Барселона біз қараған графика бойынша прессинг жасау жағынан, қарқын жағынан бірінші команда. Барселона не істей алады? Кім қалай ойнайтын? Дайын боламы ең біріншіден ертең соған? Оны көретін боламыз. Көрдік қой, зонада Ачерби қосылса, Мхитарян мен Чалханоглу көтеріледі. Сол кезде Барселонада артта Ольмо қалып қалады. Де Йонг және Педри. Үшеуді паспен жақсы ойнай алмайды. Ачербиға қарағанда. Сондықтан плюс бір опция. Енді студияның басында айтып жаттыңыз ғой, көп гол болуы мүмкін деп. Қандай есеппен аяқталуы мүмкін? Енді бұл алғашқы матч. Енді Барса өзінің алаңында өте көп гол соғатын команда ғой, сол себепті қандай есептер болуы мүмкін сіздің пікіріңізше? Нақты есеп айтайық па, или қалай? Мен ойлаймын 2-1 есебімен аяқталды бірінші ойын. Барселона ұтады. Мүмкін 3-1, мүмкін 3-0. Менің ойымша темпті ұстай алса, Барселона ең біріншіден осы темп арқылы олар жеңуге тырысады. Интер қорғаныста қалай ойнайтын болады. Соған байланысты болады. Тез гол соғып кетсе Барселона, бұдан кейін бәрі бұзылады. Интер қосылады, шабуылға шығып, мүмкін 2-0, 2-1 Нұркен сәр. Иә, сценарийді ойластырып жатырмын. Жоқ, 4-1 болмайды. Сценарийді ойластырып жатырмын да. Интер былай отыратын болады. Кәдімгідей түсіп алады да, қорғаныста күтіп келіңдер. Шабуылдаңдар, прессинг жасаңдар деп. Қарымта шабуылдармен. Иә, біз өз неміз жасаймыз, біздің латеральдарымыз дайын тұр ана жерде деп. 20-30 минут бойы шыдаймыз, одан кейін қосылады. Ди Марко мен Дармиян шыға береміз. Контр шабуылға. Қызық ойын болатын сияқты. Тактикалық түрде қызықты ойын болайын деп тұр. Бірақ енді Барселонаның өз алаңында енді жеңіске жететін ол 100% шығар, енді менің ойымша. Бірақ Интердің алаңында ойын өте қызық болайын деп тұрған сияқты. Интер енді өз алаңында білесіз, қалай ойнайтынын. Міндетті түрде. Егер де бірінші ойында разгромный счет болмаса, әрине екінші ойын өте қызықты болады. Екінші ойынға мен
сенімдімін, Инзаги бір басқа план дайындайды. Тюрам дайын болып қалуы мүмкін, иә, егер бір аптаның ішінде жарақат аса бір ауыр болмаса. Енді алдағы матчқа қатыспаса, келесі қарымта матчта болатын шығар. Бұл жерде енді Барселона шамалы Интерден жаңағы соңғы нәтижелер бойынша басымдау шығар. Себебі айтып тұр ғой, Интер 3 матч жеңілді. Енді бұл жаңағы яма деп айта алмаймыз ғой, ямаға түсіп қалды деп жаңағы. Дегенмен де бір чемпионаттағы жаңағы егер де соңғы ойында Романы жеңгенде, онда чемпионатты ойламай, қазір олар Барселонаға ең еркін дайындай беретін еді. Ал енді қазір олар Барселона ойнайды, Барселонаның ойлағаннан кейін келесі ойын кіммен есімде емес, келесі команда Торинаны ойнайды, Торинаны жеңе аламыз, жеңе алмаймыз деп. Одан кейін қарымта ойын бар Барселонамен. Бас ауыртатын дүние. Верона қарсы. Верона. Интер, иә. Верона қарсы. Наполи Ториноға қарсы ойнады. Үш ұпайға алға шығып кетті Наполи. Бұл жақсы мүмкіндік Наполи үшін. Себебі Наполи Еурокубокта да ойнамайды, Кубокта ойнамайды. Мен Еуропада мүлдем сенбеймін да, қалай айтып жатырмын, теория тұрғыда. Интер Италия кубогын беріп тастаған, сондықтан ол серия А мен чемпиондар лигасына фокус бәрін қойып қойған. Енді тек қана осы турнирлерде өз-өзін көрсететін болады. Енді көрдік өзіміз. Физикалық дайындық арқылы физикалық тұрғыда жетіспей тұр, кішкене болсын. Енді тактика жағынан Интер мықты болса, физика. Енді Барселонада енді соңғы Реалмен өткен ойыннан кейін көп физика жұмсады ғой, былайша айтқанда. 120 минутқа жетер уақыт ойнап берді, сол себепті физикалық тұрғыда енді ойыншылары да кішкене енді шаршау болуы мүмкін. Мен саған бір сұрағым бар, сен Барселона фанаты ретінде. Жалпы Барселонаға чемпиондар лигасын жеңуге тәжірибе жете ма деп сұрақ қоямын ойыншыларына. Тәжірибе жетпесе жартылай финал ғана жас балалармен енді мынандай кезеңге жете алмайды ғой. Мысалға менің ойымша енді үйлесімді тапты, енді клуб басынан бері осы биылғы маусымда енді жарқырай қалды ғой, сол бір темпті жаңағы динамиканы ұстап тұр, жаңағы жастар орнын білді. Енді бұл жастар негізі ең басында мен сізге айтайын, Хави ғой енді ең басында командаға қосып беріп дайындап берді. Флик келді өзінің сәл бір эксперименттерін жасап бір жақсы команда құрып алды. Сол себепті енді осы деңгейден түспесе, Барса енді требл алатын шығар. Менің ойымша. Тағы бір аналогия болсын. Испания туралы осы Еврода дәл сондай Испанияға осындай Луис де ла Фуентеға сұрақ қойып жүрген бүкіл журналистер. Сізге тәжірибеге жете ме? Жап-жас балдар, Ямаль мен Ника Уильямс деп жетеді. Теориядан қарасақ, теория болды. Осы Барселона жеңе алады. Жоқ, бұл жерде бұл тұрғыда мен неге айтып сұрап тұрмын, мен Реалды мысал келтіргім келіп тұр да. Реалдың соңғы жылдардағы жеңістері, Лига чемпионатта топ жарғаны, бұл тәжірибелі ойыншыларға байланысты болды. Кросс, Модрич, одан бұрын Роналду, Бензема деген жігіттер болды. Олардың жаңа айтып отырмын ғой, Левандовский ол үлкен потеря негізінде. Бұл Барселона, бұл Реалдың антиподы. Реал тәжірибелі ойыншылар арқылы жеңсе, Барселона өз эксперимент, өз ДНК арқылы жеңеді. Демек көрейік ойынды, аса күтеміз бұл ойынды. Мен тактикалық түрде Инзагидің Барселона қалай төтеп беретінін күтіп отырмын бірінші ойында. Қандай жаңа дүниелер болады, қандай үй тапсырмалары болады, соны қара көргім келіп отыр. Мен ойынша осы жұпта кішкене болсын Барселона фаворит. Әлі де. Айтып атқан, сол темпті ұстай алсаң ең бірінші. Ендеше енді бүгін біршама енді аналитика жасадық деп ойлаймын. Болжамды айттық, сараптадық, талдадық. Енді алаңдағы ойынды көрейік. Енді ең қызығы Барселонаның өз алаңында өтетін алғашқы Интерге қарсы матчы. Ендеше қымбат көрермендер, бүгін енді біздің бағдарламаның дивандағы эксперті Дидар Қадыров өзінің керемет енді ақпараттарымен сіздерге. Және де футбол сарапшысы әдеттегідей өзінің керемет аналитикасын білдірген Нұркен мырза, сізге де рахмет айтамыз. Енді шынында да өте жақсы бір болжамда жасадыңыз деп ойлаймын. Енді қызықты ойынды кешке барлығымыз бірге көрейік. Болжамдарымыз сәйкес келсе, енді келесі бағдарламалар тағы да бір талқылай жатармыз. Ендеше қымбат көрермендер, біздің арнаға тіркеліңіздер, шығарылымдарымызға әрдайым лайк басыңыздар. Футбол жақсы көретін достарыңызға репост жасаңыздар, және де қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді сәл де болса қосыңыздар дейміз. Сау, сәлеметті болыңыздар.